анау жырдың өн бойы тұнып тұрған қазына. Яғни қазағымыздың көне сөздері, осылардың барлығының нарқын түсініп, оларды жете ұғып, оны санасына түйу баланың болашағы үшін де, өзінің рухани байы үшін де өте маңызды. Қазағымыздың бір керемет сөзі бар: жылқы ішінде жүйрік көп, қазанаты бір бөлек, ел ішінде жігіт көп, азаматы бір бөлек деп. Тамаша. Бұл сөз енді мынау жылқыға келген кезде қазанаты, ел ішіндегі азаматы бір бөлек болды. Бұл міне осы Қобыланды жырынан үлкен бұл осы жерден таныссақ болады. Қобыланды батыр жырын жаттау бұл қазағымыздың әрбір азаматына да, азаматшасына да ие болу іс деп ойлаймын өзім. Мен көбінесе мектептен келгеннен кейін қолыма парағымды алып жаттаймын. Және көбінесе осы Қобыланды жырын жаттаған кезде менің есе сақтау қабілетім және рухани құндылықтарым сақталып қалады.